Сәлем достар, мен Әлібек, бұл Техноказ арнасы. Қатарынан телефонда түсіріп кеттік ау, енді басқа техникаға өтейік. Бүгінгі обзорда қол жетімді ноутбуктардың ішінде алуға тұрарлығы. Неге именно ноутбук жайлы, неге басқа техника емес деп ойлап отырған шығарсыздар, Біздер әр видеоның соңында комментарийге ендігі шығарылым не туралы болғанын жазып қалдырып кетіңіз деп айтатынбыз. Видеоның астына 2-3 адам ноутбук жайлы болғанын қалайтынын жазып қалдырған екен. Ендеше кеттік. Бүгін біз бюджетті Asus компаниясының X507MA ноутбугын талдайтын боламыз. Бұл ноутбукта дерлік барлығы бар. Сырты әдемі, жіңішке рамкалар, бағасы да қолайлы, SSD да бар. Ноуттың сырты толық алюминийге ұқсаған пластиктен жасалған. Оны сыртындағы шлифовкадан байқасақ болады. Ал қақ ортасына Asus компаниясының жазуы жазылған. Ішкі жағына келсек, ол жағы да алюминийге ұқсаған пластик. Клавиатуралары басқа ноутбуктардағыдай өте қолайлы жасалған. Тек қана цифрлау жағы, яғни оң жағындағы цифрлар көрсетілген кнопкалары қалған кнопкаларға қарағанда майдалау. Ал тачпадқа келсек, тачпад орналасуы ыңғайлы және істеуі де жылдам. Экранына келсек, экраны 15,6 дюймді жіңішке рамкалы экран. Разрешениесі 1080p, яғни Full HD разрешениеде. Ал матрицасына келсек, орташа деңгейде, әрине өзінің бағасына лайық түрде. Яркісті орташа деңгейде олда, барлығы бюджеттік сегментте жасалған. Дауысына келсек, 2 динамигі бар. Сатушылардың заявкаларына қарағанда олар өте тынық шығады, бірақ отзывтарын оқи келе, олардың алған адамдардың отзывтары көбінесе бәсеңдеу шығады деп жатыр. Бұлай YouTube қарауға болады. Екі жағына порттарына келетін болсақ, ол жерде 3 микро USB UFS 2.0 бар, HDMI және карта памятке арналған картридер және аудио джек. Ноутбуктың қалыңдығы 2,2 см, ал ауырлығы 1 кг 680 грамм. Бұлай қарасақ өте ыңғайлы. Ал енді осылардың барлығына жауапты Intel Pentium процессор орнатылған. Ол 2018 жылғы ең соңғы үлгіде, әрине өз сегментіне жараса. Ал енді оперативті жады 4 ГБ DDR4. Сізге ол 4 ГБ жетпейтін болса, қосымша қоса алмайсыз, өйткені оған арналған қосымша орны жоқ. Тек қана оны алмастыра аласыз. Алмастырған күннің өзінде максималды түрде 8 ГБ-ға дейін. Ал SSD жады 128 ГБ, қалған жағдайда алмастыра аласыз. Ал HDD жады 500 ГБ. Сатып алғаннан Windows-пен келмейді, яғни сіз сатып алған жеріңізден Windows-да қоса сатып алып орнатасыз, үйге келіп интернеттен жүктеп аласыз. Жалпы айта, бұл ноутбук өзінің сегментінде жақсы аппарат, қағаздарына қарай отырып әрине. Орташа деңгейдегі процессор, егер сіз ойынға қатты беріліп ойнайтын ойыншы болмасаңыз, оперативкасы да орташа 4 ГБ-ті, бұның өзі де жетерлік деп ойлаймын. Плюстарына келсек, әдемі дизайнда жіңішке экранды Full HD разрешениелі экран. Ең бастысы қолайлы баға. Бағасына келетін болсақ, Сулпак дүкенінде бұл ноутбук, яғни Asus Laptop X507MA 150 мың теңге тұрады. Егер видеомыз ұнаған болса, лайк басамыз, келесі шығарылым не туралы болғанын комментарийде жазып кетіңіз. Келесі кездескенше қош, сау. Оған да мән бермеппін. Соған бір қатты мән берген де жоқпын. Бәріне мән бер, өзіңе мән бер, сөзіне мән бер, аңқау болмайын аланы бәріне мән бер, бәріне мән бер,